ешқандай қиындық сені сындыру үшін, сені сынау үшін, сені құлату үшін, сені жылату үшін бермейді. Сені өсіру үшін, сен сұраған нәрсені сені дайындау үшін, сені саған тәжірибе беру үшін келеді. Естеріңізде сақтаңыздар, Алла тағала, мен айттым иә, сіздерді, мені, яғни сені ата-анаңнан да артық жақсы көреді. Ата-анаңнан да артық саған жақсылық тілейді. Сондықтан да кез келген қиындық сенің тілеген дұғаңа жеткізу сатысы. Яғни саған сыйлық па, соны орап береді. Айттым ғой, неше түрлі жаңағыдай сынақтармен оралған болады да ол сыйлық ше. Соны сен аша білуің керек. Яғни аша білгенде сен ол нәрсеге лайық боласың. Сен сол сынақтардан өту арқылы не аласың? Тәжірибе аласың. Ал тәжірибе ол құнды, өте құнды нәрсе. Сенің сұраған нәрсең қаншалықты көлемді болса, сынағың да соншалықты көлемді болады. Ең тәтті жемістер басында болады ғой. Сол секілді сенің жаңағыдай сұраған жемісің қаншалықты тәтті болады, соншалықты сен жоғары не қылуың керек та, көтерілуің керек та. Ал одан құласаң ауыр. Сосын ол құласаң қайттан бастауың керек та. Арманың сені маза бермейді, қайта 5 жыл өтсін, 10 жыл өтсін, сен мына жерінде по-любому қалып қояды да. Ана гештальт деп айтып жүр ғой көбісі. Вот сол нәрсе ғой. По-любому сен айналып келесің. Айналып келгенде сен түсінесің, что уақытыңды құртып алған, құр босқа уақытым, сол кезде бастауым керек еді дейтін нәрсе болады да. Вот сол нәрсеге жеткізбей қазір бастап кет. Қазірдің өзін сөйтіп ойлап тұрсаң, норма. Значит, сен дәл қазір бастауың керек болды. Значит, сен дәл қазір сол нәрсеге дайын болып тұрсың. Қалай десем болады, өкінудің қажеті жоқ. Өкінішпен өміріңді, энергияң құр не қылма, кетіріп алма. Дәл қазір сен бастау керек болып тұрма. Мен дәл қазіргі сөзім саған әсер етіп тұрмын. Значит, сен дәл қазір дайын болып тұрсың. Значит, сен дәл қазір бастауың керек болып тұр. Болды. Қабылдайсың. Өміріңді, басыңды, миыңды, көзқарасыңды өзгертіп жұмыс жасайсың. Арманың үшін махаббатпен өз-өзіңе сене отырып.